Сәлем достар, сендер мен Мерали. Бүгінгі видеода мен Лукизм деген анимені баяндайтын боламын. Кейіпкерлерді мен өзімнің қойған атауыммен атайтын боламын. Себебі мен қайта-қайта Джин, Хон, Сан, Док, Пак деп айтатын құлшынысым жоқ. Көп созбай бастайық. Видео басталмас бұрын мен сендерге Каз аниме деген арна жайлы айта кеткім келеді. Рыцарь скелет в параллельном мире, Человек бензопила деген секілді қызықты анимелер қазақша тілде осы арнада ютубта шығатын болады. Достар, барынша тіркеліп лайк басайық. Еңбегі бар болса да көрермендері өте төмен. Сілтемесі төменде. Бір күні күн артық салмағынан болып әлімжеттілікке ілінетін майшелпек Пак Хён Сок әдеттегідей ұйқыға кетеді. Бірақ оянса ол бойы 2 метр красавчик екен. Негізі оқиға сол бір әлімжеттіліктен басталады. Мынау бір якудзаға ұқсайтын школьник оны мазақ қылады. Үйіне оралған майшелпек мектебін ауыстырғысы келетін айтып, ашуын анасынан алады. Әлі жеткені сол шығар. Келесі күні әлімжеттік жалғасады. Бірде доппен же ойнаса, немесе шапалақ беріп те жібереді. Осылардың мұғалімі қайда қарайтыны мені қызықтырады. Майшелпектің анасы жақын маңда жүр екен. Ол әрине жалғыз ұлын қорғайды. Майшелпегіміз одан әрі ұялып, сыныптастарының арасында жеркеніш тудырады. Үйіне барғанда анасы оның басқа мектепке ауысатынын құптайды да Майшелпекті Сеулге жібереді. Ол онда жалғыз тұратын болады. Ал бұл біздің кейіпкеріміздің көңілін түсірмейді де, керісінше жаңа өмір бастаймын дейді. Көшеде кетіп бара жатқан Майшелпек бір қызбен соғысып қалады. Қыз тәрбиелі екенін көрсетіп кешірім сұрайды. Ал мынау болса өзін жаңа Кореядан деп сезініп, онымен былай айтқанда сөйлесіп мачо болып көрінбек болады. Қыз әрине мынандай түрден шошып кетеді. Сол кезде бір амбал жігіт келеді де оның көтін айырып жібереді. Онымен қоймай барлық адамдар оның түрін суретке түсіріп интернетке салып позорын шашады. Ал комментарийде болса жабайы тас жүрек адамдар оны мазақтайды. Ол әрине жылайды. Кенет түнде ұйқыдан оянып айнаға қараса, әлгі красавчикті байқайды. Пресі де бар, бицепсі де бар, трицепсі де бар. Бойын айтпай-ақ қояйын. Сосын ол жанында өзінің денесі жатқанын көреді де оны оятады. Оянса ол өз кейпінде екен. Бірақ оның жанында әлгі красавчик жатады. Ол оны оятады. Солай ол бір денесі ұйықтап жатса, екіншісі ояу жүретінін біледі. Енді майшелпегіміздің двойнигін красавчик деп айтайық. Видеодағы адам ол мен емес. Сонда кім? Менің двойнигім. Жаңа мектепте әрине бұндай красавчикті бәрі жақсы қарсы алады. Көрші партаға қараса, онда әлгі оны мазақ қылған бала отыр екен. Бірақ ол оны бәрібір жақтырмайды. Себебі оның қызы оған қызығып қараған еді. Жаңа денесін тексермек болып, жүгіріп, секіріп, оның ұйқысы келеді де ұйықтап қалады. Солай ол негізгі денесінде ұйықтай алмай қалады. Сабақтың соңында Ханыл оны оятады. Сосын екеуі түскі асқа асханаға барады. Красавчигіміздің неге дәл сол киім дизайны класына ауысқанын сұрайды. Өкінішке орай оның анасының жағдайы соған ғана жеткен еді. Сабақтан соң Майшелпек сатушы болып жұмысқа әрең дегенде тұрады. Сол күні-ақ дүкенге талпа кіріп біреуі темекі алмақ болады. Бірақ Майшелпек оның куәлігін сұрайды. Десе де олар оған куәлік емес, шапалақ береді де полицияға айтып қоймас үшін жалаңаш суретін түсіріп алады. Келесі күні Джинсон мақтаншақ өзінің түнде істеген ісіне мәз болып мақтанады. Красавчик терпилалардан емес еді. Сосын Джинсон оны ұрмақ болғанда, бір Джей деген бала келіп оны қорғайды. Красавчик бұрынғы денесінде көптеген соқ қалғандықтан, ода шаринган пайда болады да, Мұхаммед Али секілді ударлардан оңай қашады. Сосын мақтаншақтың ішінен қатты тұрады. Бұл әрине бәріне тарап кетеді. Мұнда оқушы деп айтуға келмейтін амбалдар бар еді. Құрылыс сыныбы мен вокал сыныбы красавчиктің бір жерін қыстыру керек екенін түсінеді. Дүкенде тұрғанда бір очкарик келіп бір нәрсе алып кетеді. Ол артынан барады. Сөйтсе мұның артында оның сыныптастары тұр екен. Солай очкарикті Майшелпекті ұруға мәжбүрлейді. Майшелпекке әрине похуй. Себебі мұндай ударлар оған ештеңе емес. Бір сәтте әлгі мектептегі мафияның бастығы Баско келеді. Сөйтсе ол әлімжеттікті қолдамайтын адам екен. Сосын красавчик жанындағы типа роднойларынан Баско жайлы сұрайды. Олар Басконың ең мықты екенін айтады. Кенет Баско келеді де красавчикті көріп оның иығын бір қолмен шығарып жібермек болады. Бірақ бір кезде Басконың Родригосы келіп бойды тоқтатады. Оған себеп красавчиктің өте мықты болуы еді. Себебі Басконың қолы қызарып қалады. Сосын бұзақы сыныптастары оның күшіне таңғалып онымен дос болмақ болады. Бірде алқаштар бір жерде отырғанда ол жерге мақтаншақ та келеді. 5-6 рюмкадан алып жібергеннен кейін мақтаншақ онымен дос болады. Бірде бұзақылардың біреуі әлгі Майшелпекті мазақ қылған суретті көрсетеді. Красавчик болса шыдамай телефонын бір қолмен сындырып тастайды. Бірақ сосын мөлшерден көп ішіп қойғандықтан ұйқыға кетеді де өз денесінде оянады. Ол ұйықтамақ болады. Бірақ бұл қолынан келмей, тура дәл сол денесі тұрған жерге барып, оны басқа бір дос алып кетуін сұрады деп жаңа денесін алып кетеді. Мектепте ол әлгі очкарикпен дос болып бірге тамақ ішеді. Үйіне оралса оның анасы келіпті. Красавчик Хён Соктың досымын деп айтып құтылады да, кафеде ол оның баласына қамқор болғанына рахмет айтады. Олардың әңгімесін Баско тыңдап тұрады. Ол керісінше красавчикті Майшелпекті жай ғана қолданып жүр деп ойлайды. Анасы баласының комфортта өмір сүру үшін тағы да бір жұмыс жасап жүргенін еді. Кейін анасы оған кофе үшін ақша береді. Оны байқаған Баско тағы да теріс түсінеді. Сосын екеуі төбелесіп кетеді. Красавчик ударлардан тағы оңай қашады. Сосын Баско одан әлгі ақшаны сұрағанын көріп, ол да оны теріс түсініп, шынтақпен Басконы ұйықтатып тастайды.
Бірде Баско әлгі дүкенде жұмыс істейтін Майшелпекке келіп ақшаны ала алмаған айтып, оған тренировка жасауын сұрайды. Майшелпек бір-екі отжимания жасағаннан кейін бір белгісіз қыз келеді де, неге екені белгісіз, оған бір ішетін нәрсе алып береді. Мотивацияға тойып алған Майшелпек жаттығуға кіріседі. Мектепте Намсу деген біреу бар дүниесімен мақтанады. Алайда сыпырғыш одан да әдемі киінетін. Бір топ очкариктер красавчиктің киіміне қарап, оны кедей деп мазаққа қалдырмақ болады. Сосын красавчик тағы бір Докфа деген Майшелпекті Джин деген бала ұрып жатқанын көріп, ішіндегі рухы оянып, енді төбелеспек болады. Бірақ мұғалім көріп қояды да төбелес болмайды. Рэпер болса красавчиктің қолын алмай, онымен дос болмайды. Сабақ соңында красавчикке анасы қоңырау шалады. Ал сыпырғыш оны тыңдап, ертең оның туған күні екенін біледі. Сосын оған түрлі брендті киімдер береді. Ертеңіне красавчик жарқырап келеді. Ал әлгі очкариктердің планы жүзеге аспай қалады. Музыкалық студияда кастинг болып жатқан еді. Мұнда әрине крутой Джин болатын. Ол әрине продюсерге жағады. Докфаға тіпті шығуға мүмкіндік бермейді. Бірақ ол берілмейді. Ән жазуды тоқтатпай болашақта әжесіне қамқор болғысы келеді. Красавчик рэпермен дос болғысы келеді. Бірақ ол келіспейді. Жақында болатын фестивальға қатысатын қағазды көргенде крутойымыз рэперді ұрып тастайды. Красавчик қарап тұрмай орнынан тұрады. Оған мақтаншақ пен сыпырғыш қосылады да, артынша Баскода талпасымен келеді. Сосын мәселені шешеді. Бірақ рэпер бәрібір де красавчикпен дос болмайды да, оған оның істеген ісінен құсқысы келетінін айтып, бұл болып жатқан оқиға керісінше оған мотивация береді дейді. Иә, басы жасамайтын секілді, жақсылық та жараспайды екен. Крутой бәріне мақтанып фестивальда оңай жеңетінін айтады. Сосын рэпердің бәрібір жазуды тоқтатпағанын көріп, оны ұрып тастайды. Кейінірек Ханеп красавчикке фестиваль жайлы айтып, қатысатын болса, бірінші орынды оңай алатынын айтады. Сыныпта кезекшілігін атқарып жүргенде красавчиктің даусын естіген рэпер оған таңғалып екеуі дос болады да, әрі қарай бақытты өмір сүріп, балалары дүниеге келеді. Солай аниме бітеді. Видео ұнаса әзіл. Екеуі дос болып фестивальға бірге дайындалады. Дүкенде Майшелпек дайындалып тұрады. Оны естіген әлгі бір бейтаныс қыз оған комплимент жасап, тамағына арналған бір дәрі ұқсаған зат береді. Рэпер красавчиктің ән айтқанына тамсанып, оны данышпан деп ойлайды. Фестивальға дайындықтан кейін крутой компаниясымен очкарик пен рэперді бір-бірімен төбелестіріп, мазақ етеді де кетіп қалады. Сосын екеуі де дүкенге барады. Очкарик Майшелпектен алдындағы ісінен кешірім сұрап, үшеуі бір-біріне бар сырларын айтады. Бірде Баско келіп үшеуінен красавчик жайлы сұрайды. Үшеуі де оны ровный жігіт дейді. Солай Баско қателескенін түсінеді. Өз-өзіне сенімді крутой жеңгеннен кейін нағыз әнші болатынын айтады. Фестивальға әлгі бір дүкенге келе беретін бейтаныс қыз да барады. Бұл фестивальда музыкалықтан басқа да пәндер бар. Бокс, армрестлинг, киім дизайны. Красавчик қатты алаңдап тұрады. Бірақ рэпер оны тынышталдырады. Әлгі бір бейтаныс қызды көрген красавчик оған барады. Басқа денесінде тұрған ұмытып кеткен қарағанда, ол қыз оны мүлдем танымайды. Красавчик оның қолынан алмақ болғанда, жанындағы охраннигі қатты соққы береді. Сол кезде Баско келіп оны қорғамақ болады. Бірақ қыз болса охраннигімен бірге кетіп қалады. Фестиваль басталды. Крутой мен жанындағы досы сахнаға шығады да, әнді жақсы орындап шығады. Ал енді рэпер мен красавчиктің шығатын кезегі. Красавчик қатты алаңдайды да, мандыра жетіп қалады. Сонда рэпер өзінің рэпімен бәрін таңғалдырады. Красавчик рэпердің айтқан сөзін есіне алып, анасы жайлы ойлап сахнаны жарады. Сол сәтте крутойдың продюсері ұсыныс жасайды. Бірақ әрине тек красавчикке. Ал ол бұдан бас тартады. Ал әлгі бір бейтаныс қыз оның Майшелпек айтатын әнді айтқанына таңғалады. Оған қоса бұл қызда да екі денесі бар екен. Сосын бізге спойлер ретінде мынадай бір пиді көрсетеді. Осылай 8-ші бөлім аяқталады. Қорытындыға келсек, мен бұл анимеге 10-нан 6 деген балл қоямын. Басында әрине шынайылықпен әсер тудырады. Десе де сосын аса қатты ұнамай кетеді. Неге бұл әлемде расымен де сұлулық бәрін шешеді? Әрине шын әлемде де солай, бірақ мұнда как будто бір егер сен семіз болсаң, сен ешкімге керегің жоқ мусор сияқтысың. Тағы да аниме жайлы айтсам, кейіпкерлері ашылмаған. Әрине Нарутодағыдай қаншама аркаға бөліп миллион филлер жасасын демеймін, бірақ бұл жетіспеушілігі. Тағы бір қосатын нәрсе бұл сапасы. Манхваның өзіндегі сапа өте күшті емес, бірақ анимедегі сапа орташа. Десе де адаптация жасаған ноунейм компания екенін ескеру керек. Жалпы аниме жаман емес, бірақ семіздік пен қатыгездік тым шектен шығып кеткен. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпа. Сау.